Сәлем оқырман, мен бүгін сіздерге қызылшадан жасалатын хит салаттың рецептісін ұсынбақпын. Қазіргі таңда хит болып жатқан бұл салат көптеген адамдардың кафе ресторандарда сұранысын арттырып отырған салаттардың бірі. Оған алдымен керек затымыз піскен, яғни суға асылған қызылша. Қызылшаны көбіктеп ірі қылып тураймыз. Көбіктеп туралған қызылшамызды тәрелкеге орналастырамыз. Содан соң бізге мандарин керек болады. Мандариннің орнына апельсин пайдалансаңыздар болады. Мен үйде мандарин болғандықтан мандаринді пайдаландым. Осы мандаринді екіге бөлесіздер, пашақтарын алып тастайсыздар және қызылшаның бетіне әдемілеп орналастырасыздар. Және бетіне сүзбелі ірімшікті пайдаландым. Сүзбелі ірімшікті қасықтың көмегімен осылай алып орналастырасыздар. Соусына кисло-сладкий соус пайдаландым. Достар, менің видеом ұнап жатса, каналға тіркеліп кетіңіздер. Тағы да күшті рецепттермен бөлісетін боламын. Және бетін әсемдеуге осындай аскөктерді пайдаландым. Өзіңіз қалаған аскөгіңізді пайдалансаңыз болады. Және бетіне унагимен осылай әсемдеп шығатын боламын. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің салатым осы, дәмді болып шығатыны сөзсіз.